Еркек адам 24/7 жауапкершілік алу керек десе, мынандай комментарий келіп тұр. Сен сияқты қатын құлдар осылай іріткі салып ажырастырады дейді. На самом деле, знаете, не ажырастырады? Әйел адам жауапкершілік өзін толықтай өзіне алып алса, өткен зачем оған муж? Өткен ол бүкіл ақша тауып жатыр, бүкіл квартираны жауып жатыр, бүкіл бәрін бала-шағаны асырап жатыр. Давай деп айтуы мүмкін. Екінші, әйеліңді кінәлай берсең, әйеліңді жей берсең, ол, конечно, ажырасады сенен. Үшіншісі, толықтай еркек ретінде жауапкершілік ала алмасаң, квартира, там, толықтай обеспечение, продукты, питание, әйелдің заттарын алып бере алмасаң, ол кезде ол бір рет, екі рет айтады, үш рет айтады, бір жыл, екі жыл сонымен сен ажырасады. Төртіншіден, еркек ретінде сен өзің толықтай опораңды көрсете алмасаң, ол әйел сенің артынан сүйене алмаса, ажырасады. Бесіншісі, сен әйел адамның былай айтқан кезде ПМС-не, эмоцияларына төтеп бере алмасаң, ажырасады. Өйткені қатын мен қатын болып, былай ит пен мысық сияқты отырған ол ұнамайды. Алтыншысы, әйел адамды душить ете берген сайын, сен қайда жүрсің, анамен жүрсің, кіммен жүрсің, телефон шұқылап, тугеспен тексеріп, Каспиін тексеріп, ол слишком избыток ревностьтен тоже ажырасады. Поэтому әйел адамдар мынандай сөзін ажыраспайды. Әйел адамдар тым артық жауапкершілік алғаннан ажырасады. Әйел адам үлкен бір шаршап кеткен кезде ажырасады. Өткені әйел адам слабый, хрупкий девочка болғысы келеді. Әйел адам түк жасағысы келгісі келмейді. Әйел адам ақша тапқысы келмейді, оған бәрі күй жасағысы келеді. Әйел адам түк те істегісі келмейді, оған бәрі ничего страшного, бәрі ничего болады деген деп айтатын еркекті қалайды. А сен осын жасамағансың, бір видеоны қарап, былай жазасың да. Өткені это тебя задевает. А если мои слова тебя задевают, ты, значит, себя считаешь недомужиком.